Талайламай адалдықтың тонығын, ұлт үшін арнаған бар ғұмырын. Добрый день, уважаемые учителя и зрители нашего праздника. Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения Динмухамеда Ахмедовича Кунаева, видного общественного и государственного деятеля, ученого академика Академии наук Казахстана. Туған қаласына Алматының ажарын кіргізіп тұрған Қазақстан, Алматы қонақ үйлері, Республика сарайы, Республика алаңын, цирк, неке сарайын, Балуан Шолақ атындағы спорт сарайын, Мұхтар Әуезов атындағы драма театрын, Ғабит Мүсірепов атындағы балалар және қандай әдемі қала. Иә, біздің Алматы қаламыз өте керемет. Қалай ойлайсың Мекеназ, бұл кімнің ескерткіші? Естуім бар, бірақ онша білмеймін. Бұл біздің Дінмұхамед Қонаев атамыздың ескерткіші. Олай болса, біз бәріміз бірге Дінмұхамед Қонаев атамыз туралы мағлұматтар көрейік. Жарайды. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев. Бұл есім әрбір қазақ үшін қастерлі һәм қасиетті. Қылышынан қан тамған кеңес үкіметінің тұсында ел ағаларының басты арманы ұлтын сақтап қалу болды. Олар күрес жолында жан алысып жан берісті, тәуелсіздікті жақындатты. Солардың бірі де бірегейі Дінмұхамед Қонаев. Аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Димаш Ахметұлының өмір жолы бір сыдырғы болған жоқ. Бұның ұғымы көп, тар жол тайғақ кешулерден өтті. Бейбіттік зейнетін де көрді. Демеген халқы үшін аянып қалмады. Халқы да
Затем Москва и в Институт цветных металлов поступил. В учебе первым был и вдохновлял других своим примером. По окончанию работал в Алхаше и там же в партию вступил. Қыстау сәттерде жасымаған жоққа сабыр бар